Бүгін біз сіздің жаңа өміріңіздің картинасы атты техниканы орындаймыз. Техниканы орындамастан бұрын жайлы орынға барып отырыңыз. Алдағы 15-20 минут сізді ешкім мазаламасын. Себебі техниканы орындау барысында біз дауыстап отырып жұмыс жасаймыз. Көзіңізді жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз. Тынысты мұрынмен алып, ауызбен шығарамыз. Тыныс алған сайын тәніңіздің босансып жатқанын сезіңіз. Денеңіздегі барлық қорқыныш, үрей, сенімсіздік, уайым сынды сезімдердің энергиясында сезіңіз. Егер де энергияны су деп алатын болсақ, ал сізді ыдыс ретінде есептесек, сіздің денеңізде қанша су бар? Көз алдыңызға елестетіңіз. Енді осы судың сіздің сезімдеріңіздің арқасында далаға ағып жатырғанын көріңіз. Егер көзіңіздің алдына ештеңе елестемесе, көре алмасаңыз, уайымдамаңыз. Жай ғана біліңіз. Ең бірінші сіздің энергияңызды алып жатырған сезім бұл қорқыныш. Қорқыныш үнемі сіздің энергияңызбен қоректенеді. Сіз қорыққан сайын энергияңыз таусылып жатқандай болады. Ал қорқынышты жеңудің ең оңай жолы оны мойындау. Және дәл қазір біз өз алдымызда неден қорқатынымызды мойындаймыз. Сіз неден қорқасыз? Қорқыныш өміріңізге қалай әсер етуде? Қорыққандықтан қандай шешімдерге келдіңіз, неден бас тарттыңыз? Дауыстап айтыңыз. Қазір денеңізде түрлі сезімдер мен эмоциялар көтерілуі мүмкін. Бұл қалыпты. Одан қорықпаңыз. Оны жасыруға, бұғып тастауға тырыспаңыз. Тыныс алу арқылы эмоцияны, іштегі барлық негативті, ауырлықты шығарыңыз. Тыныс алу арқылы тәніміздегі болып жатырған түрлі сезімдерді сыртқа шығарамыз. Сол кезде денеңізде түрлі травмалар мен қиындықтар жеңе алмайтын болады. Енді осы қорқыныштың әсерінен ақшаны не мүмкіндікті жіберіп алған сәтіңізді есіңізге түсіріңіз. Әрі оны дауыстап айтыңыз. Сіз қазір қорыққандықтан ғана өсе алмай жатырсыз. Сондықтан барлығын айтып тастаңыз. Өз сценарийіңізді қараңыз. Сіз қандай сценариймен өмір сүріп жатырсыз? Ақшамен қалай қарым-қатынас құрасыз?
бәлкім әдейі жұмсап жібересіз, немесе қарызға барып кіресіз. Ақшаңыз болған кезде тез құтылуға тырысасыз. Біреуге бергіңіз келіп тұрады. Барлығын айтыңыз, есіңізге түсіп тұрған, қазір сізді мазалап тұрған барлық сезімдерді дауыстап айтыңыз. Ақшамен қатысты травма алған болсаңыз, оны да бөлісіңіз. Өзіңіздің алдыңызда мойындаңыз. Сізді алдап кеткен болса, немесе ақшасы қалған сәттеріңіз болса, немесе көп ақша тауып оны қайда жұмсағаныңызды білмей қалсаңыз, мейлі барлығын айтыңыз. Терең тыныс алыңыз. Енді бұдан сау ақшамен қарым-қатынастың образын құрастырамыз. Ақшаны еркін, оңай, әрі қайырлы жолмен тауып жатқаныңызды елестетіңіз. Өзіңізге ұнайтын істі елестетіңіз. Ақша табудың сізге ләззат әкеліп жатырғанын, одан сіз рахат алып жатырғаныңызды сезініңіз. Миыңыз босансып жатыр. Осы күнге дейін қатып қалған барлық ойларды, сезімдерді, жауып тастаған эмоцияларды біз көтердік. Енді оның орнына нақты бағдарламаны орнатамыз. Алдымен түп санаңызға назар аударыңыз. Сіздің түп санаңыз сізге не керектігін жақсы біледі. Және ол өзінде орналасқан бағдарламамен өмір сүріп келеді. Қазір сіз сүріп жатырған өмір осы түп сананың бағдарламасы ғана. Қазір түп санаңызға айтыңызшы: менің түп санам, мен қалай басқаларға көмектесу арқылы ақша таба алам? Мен қалай әлемде өз орнымды мықты етіп бекіте аламын? Қазір ойыңызға келген кез келген картинаны сақтаңыз. Оған рұқсат беріңіз. Қандай да бір қорқыныш, сенімсіздік немесе жұрттың айтқан сөздері келуі мүмкін. Оны дауыстап айтып тастаңыз. Терең тыныс алыңыз. Түп санаңыздан сұраңыз: қалай өмір сүргің келеді? Нені армандайсың? Өзіңіздің арманыңызды айтыңыз. Барлық қалауларыңызды айтыңыз, мойындаңыз.
сіздің қандай өмір сүргіңіз келетінін түп санаңыз өте жақсы біледі. Және көз алдыңызға қазір түрлі картиналар келуі мүмкін. Картина деп отырғаным бұл образдар. Ол образдар болмайды, ондай ақша жоқ, қайдағыны ойламашы деп жауып тастамаңыз. Жаныңыз нені қалап жатыр? Ол қайда тұрғысы келеді? Қайда жұмыс жасағысы келеді? Қанша табыс тапқысы келеді? Жанында қандай адамдар болғанын қалайды? Оның сүйіктісі бар ма? Ол қандай? Барлығын сипаттаңыз. Ойыңызға келген образды дауыстап айтып шығыңыз. Сізге барлығы болады. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. 3 жылдан кейін сіз қалай оянасыз? Қайда оянасыз? Дәл қазір тұрып жатырған үйіңізде ме? Әлде басқа жерде ме? Біз ертең не болатынын білмейміз. Бірақ түп санамыз біздің ойымызды, арманымызды, тіпті қайда бара жатырғанымызды жақсы біледі. Сондықтан өзіңізге ерік беріңіз. Ас үйге бара жатырғаныңызды елестетіңіз. Қасыңызда кім бар? Сізбен бірге кім тұрады? Қарап көріңіз. Айналаңызға қараңыз. Барлығын дауыстап айтып отырыңыз. Егер сыртқа шығуға жиналған болсаңыз, үстіңізге не киесіз? Қайда бара жатырсыз? Терең тыныс алыңыз. Тыныс алған сайын тәніңізді босатыңыз. Қайда жұмыс жасайсыз? Кім болып жұмыс жасайсыз? Мойныңызда қандай жауапкершіліктер бар? Табысыңыз қанша? Тіпті картаңызда жатқан ақшаның сумасын елестетіңіз. Терең тыныс алыңыз. Ішкі қорқыныш, сенімсіздік, уайым барлығын алып осы картинаға қарай бағыттаңыз. Сіздің ішкі қорқынышыңыз, сенімсіздігіңіз бұл картиналардың, образдардың жанында тіке тұрғысыз. Сол үшін де түп санаңызға нақты бағдарламаны орнатыңыз. Мен бұлай өмір сүргім келеді деп өзіңіздің қалай өмір сүргіңіз келетіні жөнінде айтыңыз. Тек сөйлемдердің ішінде негативті сөздер болмау керек. Қалай қаламайтынымызды біз нақты білеміз, бірақ қалай қалайтынымызды білмейміз. Қалай өмір сүргіңіз келеді,
осыны айтыңыз. Қандай үйде тұрасыз? Кімдермен тұрасыз? Сіздің еліңізде не бар? Қандай киім киесіз? Қандай салонға барасыз? Демалуға қайда барасыз? Барлығын сипаттап айтыңыз. Сізге 1 минут уақыт беремін. Енді терең тыныс алыңыз. Миыңызға орнатқан бағдарламаның жұмыс жасауына ерік беріңіз. Бар жаныңызбен және тәніңізбен рұқсат беріңіз. Мен өзіме рұқсат беремін деп айтыңыз. Терең тыныс алыңыз. Осы сәттен бастап бағдарлама өз жұмысын жасайды. Сіздікі тек өміріңіздегі болып жатқан ситуацияларды бақылау, сезімдеріңізге анализ жасау ғана керек. Жаймен көзіңізді ашыңыз. Қандай сезімдесіз, қандай ойлар келді, осы аудионың астына бөлсеңіз болады. Ал кей адамдардың ойына образдар келмеуі мүмкін, картина көре алмау ықтимал. Бұл қорқынышты емес, қауіпті емес, қалыпты жағдай. Себебі сіз визуализацияға мәлкім жоқ шығарсыз. Армандау, ерік беру деген нәрсе сіздің өміріңізде осы күнге дейін жоқ болған болар. Дегенмен де сіздің миыңыз бұл техниканың барысында өзіне керегін алды және ол жаймендеп жұмыс жасайды. Ең қызығы осындай адамдарда негізінде тез әрекет басталып кетеді. Сондықтан дабыл қақпаймыз, өмірімізді бақылаймыз, болып жатқан мүмкіндіктерді, өздеріңізге келіп жатқан ұсыныстарды байқап, қарап жүріңіздер. Сезімдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, халықтың Фаризасы.